Ойын. Авторы Жәмила Мамырәлі. Оны өлтіру керек. Қалай? Төменде тұрған екі аттап бұның жанына жетіп келді де сұқ саусағымен кеудесінен нұқып, кәдімгідей деді. Төртеу өре түрегелді. Төзімдері таусылған. Бұл неғылған бассыздық, бүгін ыздаша ғой. 3 күн, 3 күн қалды. Біз әлі дайын емеспіз. Күн сайын өзгертесің. Автор бұл шешіммен келісе ме сенің? Ыздашаға автор неге келмеген? Жарса сөйлегендердің дауын қара көлеңкелі бұрыштан шыққан дауыс тиді. Тамағын тырнай жөткірінген, әлде жасанды жөтелген дауысқа барлығы жалт бұрылды. Бұқайсың? Кім бар мұнда? Не қылған адамсың? Бөгде адам мұнда неге жүр? Ең жоғарғы қатардағы қалан көлеңкелі тұстан ұзын бойлы ер азаматтың сұлбасы көрінді. Орнынан тұрып орындықтар арасындағы баспалдақпен төмендеп келеді. Елеңдегендер қара плашты, қара шляпілі, қара көзілдірікті адам қарасынан ер азамат екенін ғана шырамытты. Фойеден қараңғы залға жамыраса енген жарықтың жолын бөгеген бөгде адам есікті жауып үлгерді. Сахнада тұрған сұлу ғана ашылып жабылған есік жаққа мойын соза түсіп жылы жымиды. Жоқ, шаттанды. Қол шапалақтап бір орында допша жоғары секіріп қояды. Мен қазір қара шляпылы, ұзын қара плашты, қара көзілдірікті, қара көлеңкелі тұстан шыққан бөгде адамның соңынан жүгіре шыққан режиссер тез-ақ оралды. Сахнада тұрғандарға тағы да екі аттап жетіп келді. Екеуге алма-кезек қарап, сен өлесің, сен оны өлтіресің, болды, бітті, деп баспалдақтан бұл жолы асықпай түсті. Аңтарылып тұрған көрермен залындағы төртеуге, талқыланбайды, солай шешілді, деді миықтан күлімсіреген болып. Неге талқыланбайды екен? Солай енді, талқыланбайды екен. Автор жаңа ғана, телефон шалып менің шешіммен толықтай келісетіндігін жеткізді. Біз қоғамды тәрбиелеушіміз. Жезөкшелерге деген жиіркенішті арттыра түсуіміз керек. Арсыздық жақсылық әкелмейтін, оның ақыры жақсы болмайтындығын жұрттың санасына құя беруіміз керек. Бірақ басты кейіпкерді өлтіру, аяныш тудыру, көрерменнің ебіл-дебілін шығара жылату арқылы ұпай жинау модадан қалған. Тұрмыста онсыз да трагедия жетіп артылады. Ел қайғысын ұмытып, театрдан сергіп қайтқысы бар. Олар бақытты өмірді баяндайтын дүниеге зар. Ал дәл мына жағдайда кейіпкердің де, көрерменнің де жақсылықтан үмітін үздірмейміз. Адасқанға ақыл айтып, айналаға немқұрайлы болмай, көмек бер. Қаткез болма, ол да адам баласы. Түзу жолға салайық дегенді айту керек. Мұндайда махаббат болатын, шынайы болса қиындықты жеңетінін айтсақ айып па? Ғашықтардың мақсат мұратына жеткенін қалаймын. Бұл жерде шешімді екі адам қабылдайды. Мен және автор. Оның үстіне ол кісі демеушіміз. Меценат. Айтқаны заң. Төртеудің төрелігі шешімді өзгерте алмады. Тәжікелескендерден бойларын аулақ салып тұрған екеуге дайындықты жалғастырамыз деген бұйрық берілді. Шымылдық түрілді. Аядай бөлмеге аптыға енгенмен қып-қызыл оттай төсеніштің үстінде керіліп жатқан сұлуды қапсыра құшақтап, әдеттегідей құшырлана сүюге бұл жолы асықпады. Байлаулы сөзін айтуға келген, енді ала болып тұр. Іші түбегейлі өлген жоқ. Бір соғып, бір қызады. Тар бөлмеде әрі жүреді, бері жүреді. Шала білінбей жақындасаңшы. Кербез келіншек өрт түстес төсекте құшағын аша түсті. Сен, мен не? Мен жоқта сен не істедің? Манадан бері түкке түсінбеген келіншек енді күлкісін тия алмады. Ойбой, ындыны жармаған байқұсым-ау, не істеуші едім, күнімді көрдім. Солай деуге ұялмайсың ба? Сенен бе, сен қашан келер екен деп, тағы да бұқаларын сатып, қалаға қай күні жетеді екен деп күтіп отыруым керек беді?
күлкімді келтірмеші. Сенде сүю, кию деген мүлдем жоқ па? Махаббат дегенді білесің бе өзі? Немене? Мен саған ғашық болып қалдым. Ха-ха-халап басталған арсыз күлкі бөлмеде жаңғырып жатыр. Арсыз күлкісін тия алмаған күйі әйел: манадан бері солай демейсің бе байқұсым-ау, деді. Өрттей қып-қызыл жібек маталы төсектен керіле түрегеп, мұның мойнына келіп асылды. Жанем сол. Жаным деме, сен бұл сөзді қанша адамға айтасың күніне? Мойын ораған қос білекті бекем ұстап тұрып сілкіледі. Шар айнасы шалқасынан түскен мына тірліктің қиюы қай жерден кертілгеніне мән беріп жатқан сылқымы жоқ. Мысқылдай күліп әлі тұр. Зығырданын қайнатып тұрған да осы күлкі. Білем, менен де бай еркектер жетіп артылады. Бірақ мен сені жақсы көремін, түсінесің бе? Жақсы көремін, түсінші. Түсінбейтін несі бар? Сенде көп байшыкештің бірісің. Қалай еді? Фермер, бизнесменсің. Қора-қора малың бар. Бірақ мен бұқаларың сатылғаны сарыла күтетін сенің басыбайлы әйелің емеспін. Сағаттық қана ләззатымын. Естимісің? Сағаттық қана ләззатыңмын. Сылқым сұлу төсекке қайтып жақындамады. Қос қолын қанат етіп, көбелекше шырайын алып билеп жүр. Сен өзі ар намыс ұят дегенді білесің бе? Ашуға түтігіп тұрып, түптен тартып көрмек. Ұят? Ол қандай болады? Жаңа ғана қыпша бел сұлудың үстінен сусылдап жерге түскен, қып-қызыл от түстес жібек матамен тысталған көрпе табанының астында жатыр. Шоқ басқандай ыршып түсті. Қос қолымен омаждай ұстап, әйелдің бетін әкеп лақтырды. Міне, мынадай болады ұят деген. Аядай бөлмеде айқай мен арсыз күлкі арпалысып жатыр. Қып-қызыл матамен тысталған көрпені беліне ораған әйел манадан бері лыпасыз тұрғанына еш қымсынбады. Безірейе түсіп, бетбақтана бастады. Ей, жоқтан бар болған байшыкеш, бері қара. Сенің не білгенің бар? Ар ұят дейді ғой. Біздейлердің ұятын ұрлап, арын сен сияқтылар сатқан, саудалаған. Жақында бір дөкей келді бізге. Сәния қатын талай сұлуды алдына қойша ерді. Базардан мата таңдаған қатынша, анау әрқайсымызды сипалап, умаждап шықты. Бұлардан жасырағы жоқ па дейді тағы. Жас қыз керек оған. Сәнияға саудас жүрсе болды. Біреудің ұяты, ары кімге керек? Кожбенен тексеруден өткен бе болар деп сұрайды ғой тағы. Мен сол дөкейді кеше теледидардан көріп қалдым. Біздейлерді теледидар көрмейді, мені танымайды дейтін болар. Мен оны бірден таныдым. Кілең жастарының алдында лепіріп тұр. Сен сияқты ар, ұят, рух, тәрбие деп, патриот болыңдар деп қояды. Осыдан тағы бір келер, бетіне түкірем. Түкіргенім бар ондайларға. Сонау қияннан бұның жолына бұрын сарп етіп, сағынышын құшақтап жеткендегі ғашығының сиқы мынау. Шерменде болған сұлудың айтары көп еді. Салпаңдап келген оның сөзін ары қарай тыңдаған жоқ. Жанарымен жалаңаш сұлуды аймалай бастады. Іңкар қылған қылығы қайда, іштен қарайып туған ба бұл? Түс тоқтатып қараған еді ғой. Бір түндік ләззатқа енді неге сонша алтық болды? Мүмкін емес. Бұл жақсы қыз алданып, адасып жүр. Сұлуды сүйеді. Шығатын есік таппай жүрген мына торға алданып түскен ғой. Санасындағы сызатқа осындай ой түсті. Көрікті көбелегін мына құрсаулы тордан алып шығуы керек. Айтты, бәрін түгел баяндады. Мен сені әйелдік аламын деді. Серінің ағыл тегіл сезіміне селт етпеген сұлу сығылықтап күле берді. Аузын ашып аңтарылып жатыр. Ана одан сайын күледі. Бұл мазақ болды. Сенде жүрек бар ма? Деді билеп жүрген бикештің білегінен шап беріп ұстап алып. Қайдағы жүрек? Менің жүрегім маскүнем әке күн сайын ұрыс шығаратын шайпауы шешені балталап жатқанда ұшып кеткен. Аядай бөлменің астан кестеңі шықты. Астапыралла,
құлағы тұнып қалды. Ғашығы көз алдында өзінің шашын қос қолдап жұлмалап жатыр. Есі ауса екіленген екеу енді бір-біріне одырая қарады. Сылқым сұлу есін тез-ақ жинады. Қалталы клиенттерінің бірі келуі керек. Апыл-ғұпыл жиналған шашын тарап әлекке түскен әйелге өшікті. Кес-кестеп адымын аштырмай жолына тұрып алды. Сен адам емессің, сен адам емессің. Я, адам емеспін, арсызбын, жезөкшемін. Онда сені өлтіруім керек. Арсыздықтың ақыры осылай аяқталсын. Маған бұйырмайды екенсің, басқаға да жоқсың. Мен сені өлтіремін. Өлтір, ал өлтір. Шатынай түскен әйел өзіне ентелеп келе жатқан еркектің қан талаған көзінен қорықты. Ойбайға басты. Аядай бөлмеден шыққан ащы дауыс әлемге жайылды. Бірақ ешкім көмекке келмеді. Қос қолдың есі буындырып жатқан тамақтан қарысып қалған саусақтарын ажырата алмаған күйі ғашығының үстіне құлай кетті. Шымылдық жабылды. Көрермен ұзақ қол шапалақтады. Браво, браво, жарайсыңдар дегендерге қосылып, сауап болды анаған, сол керек. Мына спектакльді көшедегілерді қамап қойып көрсету керек деушілердің дауыстары сахнадағыларға анық естілді. Қалай болды? Кеудесіне басын қойып, кіндігінің айналасын манадан бері сұқ саусағымен шиырлап жатқан сұлуға сабырмен сұрақ қойған. Жақсы болды. Мұндай аншлаг бұрын соңды болмаған, деп анау мәз, құшағым букетке толды. Банкетте болдың ба? Соңына дейін қалмадым. Қалай өтті? Бәрі автор неге келмеген деп жатты. Біздің меценат деп сені мақтады. Сосын сенің әйелің сені тығыз шаруалармен Астанаға ұшып кеткеніңді, келуге сондай тырысқаныңды баяндады. Сіздерге үлкен рахмет деп барлығымызға сыйлық ұсынды. Анау тұрған Иису сол. Қолына ұстатқан дорбаны иіліп тұрып, жалбалақтап, қабылдап алды ғой жұрттар. Сосын маған да букет гүл берді. Бетімнен сүйді. Қойшы, мен сені әйеліңнен қызғанамын, қиналып жүрмін. Әсіресе дайындыққа келіп тұрып жолықпай кеткенің есіме түссе, негізі сен сол жол мен үшін келдің. Менің қалай ойнайтынымды көру үшін келдің. Солай ма? Сен үшін аянып қалмай барымды салып ойнадым ғой, я? Еркелеген келіншекті бір бүйіріне қарай аударып сап, жасықтан басын көтерген күйі төсектің шетінде жерге қарап біраз отырды. Қол созым жердегі қалатын иығына іле орнынан тұрды. Темекісін тұтатты, құшырлана сорды. Іштен ауыр күрсініспен қосарлана шыққан, ұзақ деммен будақтаған түтін әпсетті бөлмені тұмандатты. Әйеліме не айттың? Не айтыппын? Сұраққа жауап бер. Мен әншейін әзілдедім. Жаным, мен бұны сені жақсы көргендіктен жасадым. Тек мендік болғаныңды қалаймын. Не айттың деймін? Аядай бөлме безбенге түскен ар ұят пен абыройсыздыққа тағы да тарлық етті. Көзі шатынап, бүкіл денесі дірілдеп кетті. Сабыры жеңіліп, ашуы билік құруда. Құлың болайын, ренжімеші. Мен оны ойнап айттым ғой. Ойнап? Я, ол әншейін ойын болатын, әзілдедім. Ойын де. Бет аузын жас жуған сұлуға жуынып кел деп бұйырды. Өзінің терісі тарылып барады. Талайдан бері ойыны болған әдемісі, керісінше мұны ойыншық көріпті. Шаруа теріс айналды. Сатқындыққа ұласқан сайқалдығын кешіре ала ма? Шоққа отырғызғанды аямау керек деген принципін қайтпек. Жаңа ғана кірпігімен су сүзіп, жаспен бетін жуған сұлу енді ернін бояп тұр. Қарға аунаған түлкідей түрленіп шыға келген, айнадағы түріне риза кейіпте еді. Ту сыртынан қадалған жанар шошытты. Жалт қарағанмен алға жылжи алмады. Кірпіктері дамылсыз қағылып, кейін шегіне берді. Жуынатын бөлменің қай бұрышынан пана тапқандай, тордағы торғайдай тыпырлап тұр, тым таныс шақтай. Дәл өзі, партнерінің премьерада буындырмаққа бекінгендегі көздері дәл осында еді-ау. Зәре құты қашты.
шегіншектеп барады. Отты көз тап берді. Сүрініп барып оңбай құлады. Сылқ етті. Үстел үстіндегі көп қағазды қопарып жатып, көзінің қиығы сол қанаттағы үлкен мониторға түсті. Таныс адам. Іші сырты бірдей сылқ етті. Былғары креслоның жақтауына шалқая түсіп отырды. Көзін монитордан алмады. Мен іздеп келіп отыр. Не үшін келді екен? Біз өкшесін безілдете енген хатшығыз қабылдау бөлмесіндегі адамды таныстырып әлек. Режиссер екен, сіздің пьесаңызды қойғанын айтты. Театрдан келіпті, дейді. Таныс адамды таныстырып жатыр. Бұл монитордан көзін алмай, әлі отыр. Ассалаумағалейкум. Жауап қатпады. Сол қапталдағы экраннан асып, жанары терезеге тірелген. Мазаңызды алғаныма кешірім сұраймын, бұйымтайым бар еді. Бір актрисамыз өмірден өтті. Жақсы адам еді. Кеуде тұсы шым етті. Анау айтып жатыр, естіп отыр, бірақ бұрылып бетіне қарағысы жоқ. Өте талантты болатын. Сіз оны танисыз? Дәт шыдамады. Маңғазданған күйі алдында отырған адамға мойын бұртта. Танымаймын, деді. Сіздің спектакльде ойнаған. Солай ма, деген ишараны қатулы қабағымен айтты. Жанашыры жоқ, театр ғана жоқтап отырмыз. Әруағына арнап ас беріп, бейітінің басына белгі орнатсақ дейміз. Қанша керек? Сөйлеуге шамасы әзер жетті. Оң қапталдағы түймені басты. Тықылдаған әдемі туфлилі хатшығыз кірді де, бұрышта тұрған сейфті оған көзбен көрсетті. Темір жәшік жұтып тұрған кілтті жұлқына бұрап ашқан хатшығыз ақша санап жатыр. Қолына тигенді жалма-жан қалтасына сүңгітіп жіберіп, естен шыға бере креслосында әлі шалқайып отырған бұған бетін бұрып, келіңіз күтеміз, Құран ішінде болыңыз, деді. Шақырылған уақыттан ертерек келді. Сол ұзын қара плащ, баста қара шляпа, көзде қара көзілдірік. Бұрынғыдай емес, бұл жолы жиналған жұртқа жұғса, топ-топ болып тұрғандардың жанынан жанаса өтті. Бір жыл демде өтіп кетті-ау. Былтырға қарағанда биыл күз ерте түсті, суық қой тегі. Осылайша өткенді кеткенді сөз еткен, бірде мұңайып, бірде қарқылдай күліскен топтың іргесінде тұр. Ойбай-ау, мұнда не ақ тұрсыз? Жүріңіз, ішке кіріңіз, деген режиссер білегінен ұстаған күйі дедектетіп алып барады. Қалтасынан қолын шығармаған күйі бұл ілесе еріп келеді. Дастархан басына жиналғандардың көбісі таныс, көзілдірігін шешті. Бір-екеуі бұған жымия қарап, басын изеп амандасып жатыр. Салқын сәлемдесті. Сыртқа білдірмегенмен құр сүлдерін сүйретіп келген. Іші зынданында арыстан ақырып, өзегін тырнап жатыр. Құран оқылып, дұғаға ел қол жайғаны сол, есіктен еріне басып, оттай қып-қызыл орамалды басына бос тастай салған, көзін қара көзілдірікпен көлегейлеген келіншек енді. Кешігіп келген айналасына әдепкі жақтай етіп қабылдатқысы бар. Дәл ортадағы орынға жайғасты. Қос жанары алақандарының ұшына ауған ел, әуміндесіп жатып, бұл келіске мән бергенде жоқ. Ал мұның көзі қарсы алдындағы қос қол уысынан ауып, кешігіп келген келіншектің жүзіне барып жайғасты да қалды. Апырау, мынау кім? Таныс қой. Әуміндеп қойдық, деді бүйірінен түрде сол жағында отырған бейтаныс. Алақанын әлі жайып отырғанын білді. Алақтай қарап, жанары қайтадан жаңағы дәмханаға еркелей еніп, еріне басып ортадағы орынға жайғасқан жанға барып қайта тірелді. Көзілдірігіңді алшы. Іштей жан дауысы шығып жатыр. Әрине, іштеген айтты бұны. Ыдыс аяқтың салдыр-сұлдыр дыбысымен жарысып, жиналғандар әңгіме дүкен құрған. Соңғы рөлін бекер ойнады. Тағдыры болып жабыстау сол рөлі. Қайсысын айтасың? Жардан құлаған Айшаның рөлі ше? Одан кейін ол клипке де түсті ғой. Онда да өліп қалды, атып өлтірген. Соңғы кезде тек өлген адамдардың рөлін ойнаған екен.
О тәңірім, мыналар не айтып отыр? Қайтыс болған кім? Кімнің аруағына бағыштап Құран оқылды? Өз ойының шырмауында отырған соңғы сұраққа келгенде дауыс шығып кетті. Оң жағында отырған режиссер: біздегі Маржан апай ше, сіздің спектакльде Сәния Жеңгетай болып ойнаған. Өткенде алдыңызға барғанда айтып едім ғой, бір міндеттен құтылдық, Алла сізге разы болсын. Үлкен сауап жасадыңыз. Жақсылығыңызды біздің ұжым ұмытпайды. Қызыл орамалды басына бос тастай салған. Кешіп келген сұлу бұл отырған үстелге бетін бұрыпты. Көзілдіріктің арғы жағынан екеуінің жанары жолықты. Жымиды. Маржандай аппақ тістері көрінді. Құдайым-ау, мынау кім? Мүмкін емес. Анау отырған келіншек кім? Танып тұр, дәл өзі. Бірақ көңілі иланар емес. Қайсы келіншекті айтасыз? Деп алақтаған режиссерға көз алмай отырған келіншекті енді су саусағын шошайта көрсетті. Ол баяғы сіздің басты кейіпкеріңізді сомдаған қызымыз ғой, өте талантты актриса. Сырқатына байланысты біраз емделіп, ортамызға қайта оралды. Күннен күнге құлпырып барады құрғыр, көздің құрты. Таныс жанды таныстырып жатқан режиссер жымыңдап сала берді. Бұл екеуін бақылап отырған сұлу: мен танымай отырсың ба дегендей көзілдірігін шешті. Дәл өзі сол, мүмкін емес. Өз көзімен көрді ғой, оңбай құлаған. Көмектеспекке ұмтылып еді. Басынан сау етіп қанаққан. Есі шыға есікке қарай жүгірді. Жүгіре берген. Талай рет титықталды. Өзін су жүрек санады. Жаны қиналғанда өзін қоярға жер таппады. Тірлігі өнбей қойды. Түндерді күзетті. Күндерді күрсінумен батырды. Ал ол қарсы алдында отыр. Оған қарап жымияды. Танымай қалдың ғой. Іңкар қылған қылық сол қалпында. Ел тарқаған. Дәмханада бөгеліп екеуі отыр. Ессіз ғашық болғаны, өлдіге санап өзегін өртеп жүргені жанында тұр. Тірі. Жағдайың қалай? Жауап беруге даусы әзер шықты. Ауруханада жатқанымда анам телефонынан сенің нөміріңді өшіріп тастаған екен. Мені іздемедің де. Ренжідім. Ойнамаймын сенімен. Балаға ұқсап, аузын бүртитіп келіп, иығына асылды. Бұл қалай болғаны? Нені айтасың? Сен. Мен өлген жоқпын. Ол ойын болатын. Ойын? Қайда ойын? Я, ойын. Кәдімгідей ойын. Ой кіргелі, әдет еткен әуеннен жаңылып, баяғы әуес көрген әдемісінің әп-сәтте табылғанына қуанып, тұттай жалаңаш денесіне көз тіге, қайта тояттап, түн күзетіп, түндігін тұрып жүр. Кеше ғана аяусыз шоққа отырғызған сұлуы түп етегінен ұстап алғанын байқайды. Бәрін де біледі, сезеді, бірақ нәпсін тия алмай жүр. Енді өзі ойын болды. Я, бұл ойын.